жүргенге жүргем ілінеді. Ыбырайым пайғамбардың Құдай сүйген тағы бір қасиеті болыпты. Ол бір жаққа сапар шегетін болса, үйінің есігін ашып кетеді екен. Біреу қонаққа келсе аш кетпесін деп дастарханға азық-түлік сақтап қоюды әдетке айналдырады. Ол жоқта үйіне келген мейман мүсәпірлер ас-ауқаттан дәм татып, риза болып жүріпті. Пайғамбардың бұл ісі айналасындағы көрші-қолаңға, ұрпағына үлгі болады. Бұл жоралғы қазақ халқының да қонақжайлылық дәстүріне айналады. Ел қоныстан көшкенде ағашқа жөргем іліп кетіп отырады. Мұны жолаушының сыбағасы деп атайды. Ел көшер алдында арнайы мал сойып, оның ішектерін пісіреді де жақын маңдағы ағаштарға іліп кетеді. Қарны ашып келе жатқан жолаушы жөргемге кездессе, оны суға қайнатып нәр алады екен. Қазақ арасындағы жүргенге жүргем ілінеді деген сөздің астарында Ыбырайымнан қалған үлгі өнеге жатыр деседі.